Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше көріністен бастағым келіп отыр. Әрине, алдындағы жауған қар әшейін болып қалды мына қардың қасында, өйткені осы қар өте қалың, өте керемет болып жауды. Жеңіліп қалады мен қар атысы. Күшті, прям күшті жауып тұр ғой далада қар деген. Далада қар. Жаураған жоқсың ба? Әдемі жауып тұр далада. Уже мынандай болып, кәдімгідей жауып, бетін жауып қалды, Ар жақты демейсің. А? Ар жақ вообще жауып. Да, не. Ағаштан түсіп жатыр. Я далада жел еще, қар еще жел тұрып жатыр. Далада әдемі болып тұр, А. Иә. Жаураған жоқсың ба? Это қар да ана тұр ғой, жабысқан. Аха. Ей. Көрдің ба? Қой құрсын мен үйге кірдім, жаурадым. Қатып. Велигайдайын ба? Ада мұзда велигайдамын ғой. Екі тұрмыз бірдей бассам не болады деп. Мұзда мойды, тұрамда басық болып, чөк бітіп құлақ қалам. Біліп тұрмын мойды, сол құлайтынын ше. Тексе көру керек па? Көрмесек болмайды. Шоқтайын ба? Шоқтама, мен жаурап тұрмын. Негізі үстіме кию керек еді менде. Әшейін шығып кете салдым. Жаңа ғана газды күріштен тазаладым, өйткені азандада үлкен сковородқа күріш жылытқан болатын маған. Енді мына кішкентайына да жылытып жатырмын, өйткені Алматы тамақ жейін дейді, қарны ашықты. Даладан ойнап келді, жаурап келді, ойнап келді. Мен күріш жылытып беріп жатырмын. Кеше мына күрішті біз сағат түнгі 10-да жедік, өйткені папамызды күтіп қалдық та. Сонымен ол кісі кеш келді, 10-да жедік, сөйтіп 10 жанында ма келді в общем. Негізі ерте жейтін тамақты кеш жедік. Мынау соңғысы қазір жылтып берейін деп жатырмын. Мен шыдай алмай кеттім, қатты қарным ашып кетті. Мен өзім жеп алдым. Мен жеп болдым тамаққа, папамыз да келді. Бөлек-бөлек іштік қой, в общем, кеше тамақты. Азанда бір жартысын жедік, енді кішкентай қалды. Кішкентайын жылтып жатырмын. Осы кішкентай сковородкаға жақсы болсын, енді мына сковородкаға ғой. Кішкентай бірдеңке пісіретін болсаң, жылтатын болсаң, осыны сразу алып шығын, осы сковородканы. Өте қолайлы. Тез жылтады да, тез жылтып береді. Магазин аралап келдік, сөйтіп тәттілер алып келдік. В общем, өзім айтып отыр едім, тәтті жемеймін деп, тағы да тәттілерді жинап алдық. Мына жерде мынандай балық печенье Алмат жақсы көреді. Одан мынандай не алдық? Малютка, сушки малютка алдық. 500 грамм екен. Одан бурнинское молоко алдық. Одан мынандай тәтті алдық. Ежик дейді. Мен мынандай присыпка алдым, мінекей әдемі жүрегімен. Мейіз алдым 950 теңге. Мына бізде ежик 510 теңге, негізі килограммы 2300 екен. Мейіздің килограммы 3600 екен. Мынандай печенье алдық, одан кейін печенье шоколадный, в общем, ішінде шоколады бар. Мынандай дюшес карамель алдық. Конфет карамель өте жақсы, маған ұнайды, осының дәмі негізі. Қылтым бар конфеттерді іздеймін, сол маған қатты ұнайды, аппетитті ашатын сияқты. Нескафе алдық, дәмін көреміз қандай екенін. Негізі бұдан мүлдем алмаппыз. Нескафе негізі мүлдем алмаған екенбіз, шын айтқанда. Если жақсы болса, онда үлкен еуін алатын болдым. Екіншісін көрсететін болдым, ол жерде кішігірім. Одан кейін папамыз тағы да нәски алды. Нәскиге тоймаймыз енді. Нәскиден көп нәрсе жоқ, 500 теңге, 550 теңге мінекей. Осындай нәски алды. Осындай печенье алдық, в общем, бұның бағасы 469 теңгеге шықты. Негізі бағасы 1590 теңге екен. Одан кейін пергамент алдым, мынандай. Біреу алып қойуым керек, өйткені үйде мүлдем жоқ пергамент. Одан кола, бульон, мынандай біреуін алдым. Кейбір кезде сухари нанды кептірем, керешки жасаймын, сол кезде керек болып қалады. Бұнда тек қана осындай куринемен жасаған жақсы көрем, өйткені жеңілдеу да, кішкене болса да. Папамыз мындай зубной щетка алды өзіне. Осындай мінекей екінші поток осындай болды.
Мінекей сіздермен бірге тағы да ас үйде кездесіп отырмыз, өйткені қонақ күткен болатынбыз кішігірім. Содан кейін осындай бізде шашылу болып жатыр. Әрине ыдыс-аяқтардың бәрі шкафтың ішінде толып тұр. Осылардың бәрін жақсылап жуып алу керек. Жаңа тәттілерді орын-орнына салу керек. Оның алдында кішігірім магазин аралап келген болатынбыз. Негізі тәттілерді қонақ үшін алған жоқпыз, өзіміз үшін алған болатынбыз. Ойда жоқта үйге қонақ келген болатын. Қайта біліп барғандай болған екенбіз магазинге. Негізі бізде көбінесе тәтті үйде тұрмайтын болған, Алматпен жарысып, мен де көп тәтті жейтін болғам. Ішетін шайым негізі өте кішкентай бокалмен ішем, бірақ тәттіні 3-4-еуін жеп қоям, кәдімгі шоколадтарды. Сонымен өзіме кішкене тыйым салу үшін тәттіден өзіме мейіз алған болатын. Мейіз қанша дегенменде табиғи, өте дәмді, тәттілерден кем айырмашылығы жоқ, ол да өте қатты тәтті. Сонымен Алматқа ұрсып қоям, кей кезде өзім тәттіні көп жеме деп қоям, самом деле өзім одан да көп жейтгем. Және де қонақтарға қойын десем, кей кезде тәтті таба алмай қалам. Балам жеп қойды деп айтайын десем, айта алмаймын, өйткені өзім жеп қоя берем. В общем, бізде папамыз көбінесе печеньемен шай ішкенді жақсы көреді. Алмат енді менімен жарысып шоколад жейді, жаңағы конфет сондайларды жейді. Дастархан үстіне қойсаң, әрине түгін қалдырмай жеп қояды. Сол үшін біз көбінесе дастарханға қоя бермеймін. Әсіресе тамақ ішкен кезде бірінші тәттіні қоймаймын. Тамақ ішіп болғаннан кейін барып тәттіні қоямын. Ато бізде Алмат деген бірінші тәттіге жүгіреді. Оны жеп алады, соны мен тамақ жемеймін деп отырады. Мен бағана той бағам, неше түрлі причиналарды айтады, сонымен бас тартады көп тамақтан. Сондықтан тәттіні мен тамақтан кейін әкеп қоям. Бір-екеу, бір-үшеу экономдаймыз үшін тәттіні солайдан. Экономдағанымызды қайтейік, бәрібір де жеп қойып отыр. Өзімізде алған тәттінің үстіне тағы да тәтті қосылды, өйткені қонақтарда тәтті алып келді. Сонымен оларды басқа жаққа алып қойдым, Алмат көрмесін деп. Енді мына жерде мен кухняны түнгі сағат 2-ге шейін жинадым, өйткені өзім кеш бастадым, соныменен барлығын жақсылап жуып алу керек болды, барлығын сүртіп алу керек болды. Енді мен біткен кезде папамыз келді жұмыстан, өйткені ол дежурный, қайтадан жұмысқа шақырып алды, өйткені өздерінің жұмысында үлкен столовый соққан, соның ішінде майда жұмыстарды істеп жатыр. Дежурный болғанда көшеге бұлар тұз, құм сондай шашады, өйткені қар жауды ғой, енді қар жауғандықтан сондай дежурный қылып қояды екен. Ана көшеге біреуін, мына көшеге біреуін, соменен ол да сағат түнгі 2 бірақ келді. Мен де сол кезде бітірдім барлығын, духовканы да жақсылап сүртіп алдым. Ақыр енді барлығын сүртіп жатырмын ғой деп, оны да жақсылап сүртіп алдым. Осындай шаң болып кеткен, в общем, ішінде жақсылап сүртіп алу керек болды. Ендігі кезекте сіздермен бірге жақсылап ыдыс-аяқтарды жуып алатын боламыз. Барлық тарелкалардың бәрі шығып кеткен. Как будто бір 20 адамды үйге қонаққа шақырғандай бүткілін пайдаланып тастаппыз. Соның бәрін осылайына жуып жатырмын. Оның үстінен менде ыдыс-аяқты жуған кезде стиральный машинаның үстіне мүлдем симайды. Сонымен бірінің үстіне бірін қоямын. Содан кейін осының бәрін жуып шайып болғаннан кейін сразу сүртемін. Одан кейін екінші жуғанға орын босатып қою керек. Менде 3 рет болды. Бірінші осы тарелкаларды жудым, одан кейін барып қасық, майда шүйде сондай ыдыс-аяқтардың жудым, одан соңғысында уже ірі ыдыс-аяқтар жудым, кастрюль, қазан дегендей, тарелка дегендей, солардың бәрін бөлек-бөлек жуып аламын. Менде ыңғайсыз тудырып тұрған жер бұл осы ыдыс-аяқ жуатын жер. Мен өзім мына жерде қарап отырсам, менің өзім ыдыс-аяқ жуатын раковинада өте төмен сияқты, өзіме солай көрініп тұр қазір мына жерде. Стиральный машинамен бірдей қылып, мына раковинаны лебі үлкен, лебі андай кішкентай қылу керек. В общем, столешнегін үлкендеу қылып, раковинаны кішірек қылу керек. Сонда ыдыс-аяқтар емін еркін сияды деген ойдамын. Сонда стиральный машина столешницаның астына кетіп қалады да. Көктемде солайынан жасайын деп отырмын. Көктемде тағы да өзгеріс болайын деп тұр ғой. В общем, мына жерде тағы осы тура жаңағыдай өзім істеген материалдан осы жерге істететін боламын. Оны папамыз естісе шаш тағы да тік тұратын болады. Тағы да не ойлап таптың деп. Сонымен осы жерді өзгертетін боламыз. Бұл жерде әлі толықтай бітпеген. Мен бұрын ойлаған едім, осымен тұра берсін, осы маған жетеді деп ойлаған болатым. Жоқ, ол қате пікір екен. Мына жер маған өте тар, ыңғайсыз, ыдыс-аяқтар құлап кете ма деген кезде ой болады, өйткені сырғып түсіп қалуы мүмкін, немесе қолмен қағып кетуі мүмкін дегендей. Сонымен
постоянно ысырақта тұрасың да, в общем. Мінекей барлығын жақсылап осылайына сүртіп алып жатырмын, құрғатып. Содан кейін барып орнына барлығын қоямын, өйткені орын босау керек. Мінекей менде екінші бөлімде мен майда шүйде ыдыс-аяқтарды жудым. Бұл жерде қасықтар, жаңадай крышкалар дегендей солардың барлығын жуып, осылай сүртіп қойып жатырмын. Үшінші кезекте бізде уже кастрюльдер кетеді, үлкен табақтар, өйткені олар раковинаға сыймайды. Басында енді майда шүйде ыдыс-аяқтар жуған кезде барлығы сыйып кететін еді, енді мыналарда бір-бірлеп осылай жууға тура келеді. Ендігі кезекте сіздермен бірге жақсылап барлығын қоямыз. Алдында мен сүрттімді, сыртқа барлығын жинап қойған болатын. Тағы да қосымша кепсін деп жиналған ыдыс-аяқтарын барлығын бірге салып жатырмын. Мына жерде енді музыка қойып қойғам, онсыз болмайды. Музыка болса тірлікті тез бітіретін сияқтысына, музыкасыз как-то тыныш, ұзақтау болып кететін сияқты. Сондықтан қасыма осылай музыка қойып қойдым. Әсіресе түннің ортасында, күндіз болса білінбейді. Көбінесе өйстіп түннің ортасында қалып кетсем, өйстіп музыка қойып қоятыным бар. Мінекей мына жерде енді қасықтарды орнына қойып жатырмын. Әлі де қасық салғыш алған жоқпын. Ол магазинге жете алмай жатырмын, шын айтқанда. Және магазиннен көрдім, қасық салғыш өте керемет әдемі, бірақ мына жерге болмайды. Өйткені ол сәл кішірек екен. Оны алатын болса жаны ашық қалады. Сондықтан қолыма ұстап қойдым. Ары қарадым, бері қарадым. Сонымен ол болмайтын болғандықтан оны қоя салдым. Негізі өзі өте ауыр, сондай қалың, керемет күшті жасалған екен. Маған ұнады, бірақ сәл кішілеу. Сондықтан сәл тағы да ұзындау, үлкендеу болғанда алатын едім. Негізі маған кішкентайдан екеулік керек. Сонда тартпама шапшақ болады, ешқандай жері ашық болмайды да. Сондай іздеп жүрмін негізі. Илем болса үлкен екі жағы жаңадай жылжып жабылатын и ашылатын, сондай көрдім. Ол сәл енді қымбаттырақ, ол біз жақта жоқ, оны арнайы жаңадай сайттардан заказ беру керек. Мен сайттан көрген болатын. Ендігі кезекте сіздермен бірге жақсылап газды де жуып алатын боламыз. Бұл да жаңадай ыдыс-аяқтың арасына қосылып кетті газде. Бұны да жақсылап жуып тұрмасаң, өзі қара болғандықтан барлық нәрселер көрініп тұрады. Лучше ақ жаңадай қарапайым газ жақсы екен, ештеңкесі көрінбейді. Әйтеуір сүрткің келген кезде сүртіп аласың. Ал мынадай енді постоянно осылайдан сүртіп тұру қажет, өйткені онсыз болмайды. Біз
бізде бұл енді соңғы финиш, газ ғана қалған болатын. Одан кейін жаңағы шкафтың үстін жақсылап сүртіп алу болды. Одан кейін майлықтарды, губкаларды жақсылап жуу керек болды. Уже папамыз келіп қойды. Мен де біттім. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандайыңыздай барлығын жуып алдым. Музыканы да өшірдім. Уже шаршадым, музыкадан да шаршап кеттім. Уже бүткіл күшім бәрі кетті. Ұйқым да келіп бара жатыр. Алдында ойлап отыр едім, қандай күшті қазір азақ ыдыс-аяқ жуам деп отырған кезде қонақтар келді. Содан кейін барып менде осындай ыдыс-аяқтар пайда болды. Мінекей сіздермен бірге жақсылап кухняны жинап алдық. Полды сіздерсіз жудым, сіздерсіз сыпырып алдым. Сіздерге енді соңғы результатты көрсетіп жатырмын. Видеом аяқталайын деп жатыр екен. Келесі кездескенше сау болыңыздар.